Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 99 сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып екі амалмен шығарылатын есептер. Бірінші тапсырмада есепті оқы дейді. Оның қысқаша жазбасын және шешуін қара дейді. Наурыз мерекесінде Айжан 2 мақал айтты дейді. Ал Мадина одан 3 есе артық мақал айтты. Самал Мадинаға қарағанда 2 есе кем мақал айтты. Самал неше мақал айтты дейді. Айжан бізде 2 мақал, Мадинамыз неше екен белгісі және Самалда неше екен белгісі. 3 есе артық, 2 есе кем. Яғни бұл жерде бізде екімізді бірінші үшімізден көбейтеміз 6, яғни Мадинаның 6 мақалы шықты. Келесі енді біз Самалдыкын табуымыз керек. Сонда 6-мызды шыққан 6 мәнімізді бөлеміз 2-ге. Сонда 3, яғни Самалдыкы 3 мақал болады екен. Жауабы бізде Самалдыкы белгісі болып тұр. Самалдыкы 3 мақал шығады екен. Келесі екінші тапсырма есепті шығар дейді. Көрмеде 8 қыш құмыра және одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды дейді. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем дейді. Қыш құмыра 8, кілемді неше екен белгісіз, 3 есе артық. Яғни бұл жерде 8-мізді бірінші 3-ке көбейтіп аламыз 24, сосын барып 24-міз шыққан мәнімізде 8-мізді аламыз. Сонда 16. Жауабы 16-ға кем екен. Келесі үшінші тапсырма. Есепті шығар. Саят жұмбақтар мен өлеңдерді жаттауға 55 минут жұмсады. Ол жұмбақтарды 15 минутта жаттады, ал әрбір өлеңді жаттауға 8 минут уақыт жұмсады дейді. Саят неше өлең жаттады? Бұл жерде бізде жұмсады 55 минут, жұмбақтар 15 минут, өлеңге 8 минут кетті. Сонда өлеңіміз қанша екен белгісіз. 55 минутымыздан 15-мізді аламыз, сонда 40 минутымыз шығады. Енді шыққан 40 мәнімізді әр өлеңдегі 8 минутке бөлеміз. Сонда бізде 5 шығады екен. Сонда жалпы жауабы 5 өлең жаттады екен. Төртінші тапсырма есепті шығар. Әсерде 50 теңге және 20 теңге болды. Ал 60 теңге қарындаш сатып алды. Әсерде неше теңге қалды дейді. Бұл жерде бізде шешуі жақша ішіне 50 мен 20-ны қосып және 60-тан азайтақ. 50-ге 20-ны қосып алсақ 70, 70-тен 60-ты алсақ 10. Яғни бізде жауабы әсерде 10 теңге қалды. Бесінші тапсырма амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құрғылардың мәнін тап дейді. Бірінші біз 33 пен 12-ні жақшаның ішіне алайық және жақшаның сыртына бөлу 5 дейміз. 33 пен 12-мізді қосып алсақ 45, 45-ті 5-ке бөлсек 9 мәніміз шығады. Келесі біз 5-ті көбейтіп жақша ішіне 62-міз бен 58-мізді алайық. Енді 62-мізден 58-мізді азайтсақ 4, енді 5-ті 4-ке көбейтсек 20, сонда мәніміз бізде 20 шығады екен. Келесі 35-мізді бөліп алайық 7-ге және көбейтейік 3-ге. Сонда 35-ті 7-ге бөліп алсақ бірінші 5, 5-ті 3-ге көбейтсек 15 мәніміз шығады екен. 6-шы тапсырма амалдарды орында дейді. 6 дециметрімізден аламыз 2 дециметр және 4 сантиметріміз. Бірінші дециметріміз сантиметрге айналдырайық. 6 дециметр ол бізде 60 сантиметр. 2 дециметр 4 сантиметріміз сантиметрге айналдырсақ 24 сантиметр. Сонда 6 сантиметрден 24 сантиметрімізді алсақ 36 сантиметріміз шығады екен. Келесі 1 центнерден аламыз 7 килограммды көбейтеміз 4-ге терінген. 1 центнер ол бізде 100 килограммды білдіреді. Енді 7 килограммды бөлеміз, біз 4-ке көбейтіп аламыз, сонда 28, сонда 100 килограммнан 28 килограммды алсақ, 72 килограммымыз шығады. Келесі 5 жыл 4 айдан аламыз 3 жыл 13 айымызды. 5 жыл 4 ай бізде айға айналдыратын болсақ, 64 айымыз шығады. 3 жыл 13 айымыз 49 айға келеді. 64 айдан 49 айымызды алсақ, 15 ай, 1 жыл және 3 ай болады екен. Келесі 25 жылды қосамыз 6 жыл көбейтілген 3 дейді. 25 жылымызды дәл солай қалдырайық. 6 жыл мен 3-ті көбейтсек 18 болады. Енді 25-ке 18 жылды қосатын болсақ, ол бізде 43 жыл болады екен. Келесі 7-ші тапсырма есепті шығар дейді. Концертке 3 қыз қатысты.
бұл ұлдарға қарағанда 3-ге кем. Концертке қатысқан ұлдар саны қыздарға қарағанда неше есе артық дейді. Қыздар бізде 3, бұл 3-ге кем болса, ұлдардікі белгісіз есе артық. Бірінші біз қыздарды яғни қосамыз 3-ті 3-ге ең 6. Енді бізде 6-мызды шыққан мәнімізді 3-ге бөлеміз. Сонда 2. Жауабы 2 есе артық болады екен. 8-ші тапсырма ойлан тап дейді. Әдебиеттік оқу сабағында Айбек, Лаура, Мәди және Гүлзат қазақтың ұлттық киімдері туралы білетіндерін айтты. Айбек, Лаура, Гүлзат шапан туралы айтқан жоқ дейді. Сәукеле туралы Айбек пен Гүлзат айтқан жоқ дейді. Айбек камзол туралы айтқан жоқ. Балалардың қайсысы қандай ұлттық киім туралы айтқанын анықта дейді. Бірінші Айбекті табайық. Айбек бізде тақияны айтты екен. Келесі Лаура, ол бізде сәукелені айтты екен. Лаура сәукелені. Келесі Гүлзат, ол бізде камзолды айтты екен. Камзол. Шапанымызды біздің Мәди айтты екен. Шапан. Демек, Айбек тақия, Лаура сәукеле, Гүлзат камзол және Мәди шапанды айтты екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Мен каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.